сайын әр қазақтың жүрек түкпірінен орын алып, тілегей теңіздей сезім сыйлаған, көңіл пернесін дөп басып, ыстық ынтызарлықтың, шексіз сүйіспеншіліктің төлқұжатындай болған әндердің авторы, аяулы ана, мөлдір махаббат, шынайы бақыт туралы тамаша әндер жазып, ән әлемінің падишасы атанған бірегей талант иесі, қазақ халқының ұлы мақтанышы Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған өткен және қазіргі ән атты фестивалімізге қош келдіңіздер. Әлем жұртшылығын мөлдіреген лирикалық сазға бай, қайталанбас әндермен тамсандырған Қазақстан Республикасының халық әртісі, қазақ ән әлемінің падишасы, вальс королі Шәмші Қалдаяқовтың әндеріне деген халық махаббаты күннен күнге арта түсуде. Олай болса, осылай ән әлеміне мәңгілік таза да пәк махаббат сыйлаған, ән мұрасын орнатып, еліне вальс королі атанған Шәмші Қалдаяқовқа арналған өткен және қазіргі ән атты фестивалімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Құрметті көрермен, фестивальдің алғашқы қатысушысы, Бейімбет Майлин ауданынан келген қонағымыз Ахметжанова Кенжегүлді қарсы алыңыздар. Сөзі мен әні Шәмші Қалдаяқовтікі «Қайықта» әні. Başka
Шамшаған әндерінен Папури, орындайтын Қамысты ауданынан келген қадірлі қонағымыз Қашқынбаев Досбол ағамызды қошеметпен қарсы алыңыздар. Денисов аудандық мәдениет үйінің жас әншісі Самат Әлидің орындауында Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Арқалықтың ақтаны қарсы алыңыздар. Жабырқап кетпе жаным
Алдарыңызда Фрунзе ауылынан келген девчата 70-х вокалдық тобының орындауында сырласу әнін қабыл алыңыздар. Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазылған келесі ән «Тамдару» деп аталады. Сахна төріне Қожа Ахметова Жазираны қарсы алыңыздар. Денис ауданы 2-ші жалпы білім беретін мектебінің мұғалімі. Aman
жатқан сериалға сәнін Денис ауданының Приреченко ауылынан келген келесі қатысушымыз Ғазизов Бизат ағамыздың орындауында қарсы алыңыздар.
«Сен сұлу» әні. Сөзі Мағжан Жұмабаевтікі. Орындайтын Василина Светлана, Денисов ауданы, Жалтыркөл ауылы. Қарсы аламыз. Сахна төріне Бейімбет Майлин ауданының мәдениет қызметкері, белді әншісі Қабыл Ғинайбек шақырамыз. Мұхтар Шаханов ағамыздың сөзіне жазылған «Өмір өзен» әнімен қабыл алыңыздар. Dede
Патшахан ағамыздың сөзіне жазылған келесі Шәмші Қалдаяқовтың туған күн кешінде әнін Жұмабаева Ақелгеннің орындауында қабыл алыңыздар. Денисов ауданы. қатысушымыз Жітіқара қаласынан келген Елшібаев Алматты қошеметпен қарсы алайық. Алматтың орындауында Тұман Молдағалиев атамыздың сөзіне жазылған «Бақыт құшағында» әні. Әйтеуір
атамыз Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған әнім «Сен едің» әнін қабыл алыңыздар. жас әнші Есенгелді Сырым, Шәмші атамыздың сөзімен әніне жазылған «Дүнген қыз» әнімен қабыл алыңыздар.
Фестиваліміздің келесі қатысушысы Денисов ауданы Приречен ауылдық жалпы білім беретін мектебінің ұстазы Жұмабаева Жанерке, қабыл алыңыздар. Еркебұлан Кәрімұлының орындауында Шәмші Қалдаяқовтың әндерінен попури қошеметпен қарсы алайық. Tölemizde yıldızlar, ünsüz zaman
танышы Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған өткен және қазіргі ән атты фестиваліміз өз мәресіне жетті. Құттықтау сөз Денис ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы Хасанова Нағима Спанқызына беріледі. Құрметті Денис ауылының тұрғындары, апалар, ағалар, ақжаулықты әжелер мен ақсақалды аталар, жастар, бәріңізге де мыңда бір рахметімді айтам. Бүгінгі өзіміздің жақсы көретін Шәмші ағамыздың мерекесіне келгендеріңізге. Бұл біздің мерекеміз жыл сайын өтеді. Бұл аймақтық мереке өзіміздің көршілес Бейімбет Майлин, Қамысты, Жытара ауданының әншілері осы фестивальге жылда қатысады. Өзіміздің де әншілеріміз қатысып жүр. Сондықтан сіздерге бүгін келіп, көңілдеріңді көтерді деп ойлаймын. Бүгін бәріміздің де жақсы көретін ағамыздың, Шәмші ағамыздың әндері көңілімізден шықты деп ойлаймын. Бәріңізге де рахмет. Ал енді марапаттау рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Денисов ауданы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің грамотасымен және ақшалай сыйлықпен Бейімбет Майлин ауданынан келген әншіміз гүлдей жайнап тұрған алдарыңызда Ахметжанова Кенжегүлді шақырамыз. Пол шапала. Нашим певцам, нашим артистам всегда самая главная награда – это ваши аплодисменты. Рахмет сізге, Кенжегүл, рахмет осылай ағамыздың әнін біздің көрермендерге және осы ағамыздың әндері әр тойда айтылады. Сахна төрінде қалсаңыз. Келесі марапаттауға сахна төріне өзіміздің көршіміз, өзіміздің шын айтса жақсы көретін менің бір інім бар. Қамыстыдан келген Қашқынбаев Доспол деген әншілеріміз алда. Бүгінгі міне біздің Шәмші ағамыздың әнін орындап көңілімізді. Жаңа Досполға айтам, сен өлең айтқанда мына жерде билегің келіп кетті. Бірақ енді шамалы субординация болу керек дейді. Сондықтан келесі фестивальда бәріміз билеп, осы жерде бізде бірге өлең айтамыз. Рахмет жаным. Келесі марапатталатын өзіміздің Денисов ауданының әншісі, жаңадан келген өзіміздің звук операторымыз, әншіміз Самат Али сахна төріне шақырамыз. Рахмет жаным. Рахмет Али. Сахна төрінде қалсайшы. Бүгін сахна төрінде өзіміздің Фрунзенская ауылының девчата из 70-х вокалдық тобы қатысты. Сіздерді сахна төріне шақырамыз. Мы приглашаем вас на сцену. Девчата из 70-х. Фрунзенская ауылы. Рахмет сіздерге осылай өнерлеріңізді бізге көрсетіп, әндетіп. Я знаю, что они всегда, когда встречаются, они поют. И, конечно же, поют среди всех песен песни Шәмші Қалдаяқова. Рахмет сіздерге. Лайма, рахмет. Сахна төріне марапатталу үшін номер 2 Денисов жалпы білім беретін мектебінің ұстазы Қожахметова Жазира шақырылады. Жазира бүгін ән де айтты, жүргізуші де болды. Рахмет сізге.
сахна төріне әнші, жыршы, күйші, тағы не анау? Қолынан келмейтін өнер жоқ. Ортекеде қолынан шықты, фестивальге де барды. Қыздардың, ұлдардың әкесі Газеза Бекзат шақырылады. Сахнаға жалғыз өзіме сөз секілді сап-сары болып жетшілер. Мен ойлаймын, бұл қызға қазір қол шапалақтарын қатты соғасындар деп. Огромное спасибо, что сегодня песни Шамши Қалдаяқова исполнялись не только, будем говорить, исполнителями, казахами, да? Светочка, тебе огромное спасибо. Ты подарила нам сегодня произведение Шамши Қалдаяқова. В твоем исполнении оно звучало еще краше. Тағы қол соғып, қошеметтеп қояйық. Васенина Светлана, Жалтыркөл ауылы. Бейімбет ауданынан келген Кабылдин Айбек марапатталады. Рахмет Айбек, бүгін сені көргеніме қуаныштымын. Бейімбет ауылынан осы жақында сіздер деді. Бейімбет атамыздың 130 жылдығына арналған іс-шаралар өтті. Сіздер де сол іс-шараларға өз үлестеріңізді қостыңдар, сондықтан биылғы мерекеміз мерекеге ұласа берсін. Рахмет сіздерге. Сахна төріне Приречен жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілінің мұғалімі Жұмабаева Ақерке шақырылады. Түсінікті да кім шықырады? Рахмет. Өзі әнші, өзі жүргізуші, өзі футболист, Тұшытқарадан келген Елшібаев Алмат марапатталады. Бейімбет Майлин ауданынан келген Мырзағалиева Майра марапатталады. Сізге рахмет. Бүгін міне Шамши ағамыздың әндерін орындап, бәрімізді қуанттыңыз. Рахмет сізге. Сахна төріне Есенгелден сырым деген балаларымыз шақырамыз. Бүгін ағамыздың әнін орындап, бәрімізді қуантты. Сахна төріне өзіміздің кішкентай осы сахнада өсіп, өз өнерін көрсетіп жүрген Жұмабаева Жанерке марапатталады. Рахмет ағайкен. Келесі сахна төріне шақырылатын өзіміздің тілдерді оқыту орталығының басшысы Андамас Еркебұланды шақырамыз. Ал енді тағы бір айтып кететін бір не бар? Мына жерде Али, Сырым, Азамат қайда? Азамат келші бе? Мына жерге ортаға шығыңдар. Енді бір бүгінгі күнді мына кісілерге айтып қояқ. Мынау күні Амангелді ауданында Жайдарман фестиваль өтті. Сол Жайдарман фестивалінде Бренд Әлем деген біздің КВН командасы алдарымыздағы тұрған Али, Сырым, Азамат бірінші орынға ие болды. Қол балаларға алдарынан ақ жол тұрсын. Осылай біздің сахнада бөліспейміз,
Амангелді, Торғай, Қостанай, Сарыкөл, Бейімбет Майлин деп бәріміз осы Қостанай облысындамыз. Сендеріңіз көркейерсіз. Рахмет. Ал енді көрермендерге тілейтінім зор денсаулық, аспанымыз ашық болсын. Бәріміз де бүгін болған фестиваліміз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға алғыс білдіреміз. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Қазақ елінің тұғыры биік болсын.